Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз картоп пен сыр қосылған өте оңай дайындалатын, өте жұмсақ шелпек дайындайтын боламыз. Бізге керегі 6 картоп. Картопымызды қабығынан аршып, жуып, тазалап аламыз. Және де осылай 4 бұрышқа етіп турап аламыз. Ыдысымызға суымызды құйып, картошкаларымызды пісіріп аламыз. Картоптарымызды жақсылап езіп, үстіне тұзды дәміне қарай салып араластырамыз. Және де 1 ас қасық маргарин саламыз. Үстіне сырымызды үккіштен өткізіп саламыз. Сыр мен картошканы бір-біріне жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. 1 стакан айранымызды, дәміне қарай тұз саламыз. Сода саламыз және 2 ас қасық шекерімізді салып араластырып аламыз. Електен өткізіп алған ұнымызды жай-жайдан салып отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз жұмсақ болса, шелпектеріміз де жұмсақ болады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Қамырымыздың үстіне 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болды. 5-10 минут тындырып қоямыз. Осы аралықта картошкамызды осылай домалақтап, 6 бөлікке бөліп дайындап қоямыз. Енді қамырымызды алып, қамырды да 6 бөлікке бөлеміз.
Бұл шелпектерimiz өте дәмді болады, әрі тойымды, жұмсақ болады. Ішіне картоп пен сыр қосқан соң дәмі керемет болады. Жасап көруге кеңес беремін. Қамырларымызды кішірек көрлемде осылай жайып, ішіне картоғымызды саламыз. Қамырымыздың шеттерін бекітіп, қайтадан қолымызбен жаямыз. Тапамыздың көлеміне қарай жаятын боламыз. Тапамызды қыздырып, сұйық майымызды жағып, қамырымыздың екі шетін қызартып пісіріп аламыз. Қалған қамырларымыздың барлығын дәл осылай жасап пісіріп аламыз. Видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Шелпектерimiz 1-2 минуттың ішінде тез пісіп шығады. Енді дайын шелпектеріміздің бетіне сары майымызды жағамыз. Міне тойымды шелпектеріміз дайын болды. Дәмі де керемет, әрі жұмсақ. Осылай пісіруге кеңес беремін.